Шіркін, абайдан арыда да, берде де, Мағжанға жетер лирик жоқ қой. Сен оның мына бір өлеңін тыңдашы деп, серпіліп алған Сағи Жиенбаев аға, бұрын соңды мен естімеген бір әдемі өлеңді жатқа оқи жөнелді. Жырдың тұла бойы суретке тұнып тұр. Көзге елестейтіндей мөлдіріліп, тау ішіндегі жолаушы, айлы түн, мұнартқан тау суреті, ат дүбірі, жаңғырық, жалғыздық, жолаушы жаңғырықпен тілдеседі. Өлем бе дедім қаңғырып, өлесің деді жаңғырық. Тау шатқалындай түбі терең құзар мұң, зерігу мен торығудың арасындағы күй, өмір, болмыс, шындық деген бұл дүниелік ұғымдардың бәрі шынайылығын жоғалтқан. Көрген түстей алдамшы жаңғырыққа айналған. Және мұның бәрі осы өлеңнің астарында жатқандай ашық айтылмаған. Жаңғырықтың тілімен тағдырдың өзі сөйлеп тұр. Сағи аға, бұл Мағжан Жұмабаевтың жаңғырық деген өлеңі деді. Өлеңге қатты қызықтым. Сөзсіз классика екенін сездім. Суреті көз алдыма келді. Әсерлі, әредікті есіме түсе берді. Маған бұл өлең ұлы ақынның бүкіл шығармаларының ішіндегі ең сұлуы секілді көрінді. Осындай өлең жазғым келді. Мен Мағжанның атын алғаш бала кезде Сәкен мен Сәбиттің шығармаларынан кездестіріп, Әбділданың өмір және поэзиясында мысал үшін келтірген өлең шумақтарын оқып, кемшілігін түсінбей дал болған едім. Мынадай жақсы өлеңдерді несіне сынайды екен деп басым қатқан. Қай жерден оқысам да кілең сынап мінеу. Сөйтіп жүріп жыр жолына жаңа түскен сонау ізденгіш өспірім шақтың өзінде менде Мағжан жырларына деген іштей қызығушылық оянған. Ит қорған жерге өштегендей оның жырлары қолға түспеген соң өзіне тартқан өзгеше жұмбақ тылсым әлем болып көрінді. 70-ші жылдардың басында университеттің алғашқы курсында жүргенімде ақын Несіпбек Айтовтың жалғалған пәтерінде есікті іштен іліп алып, екеуміз Мағжанның қолдан көшірілген бір топ өлеңін жасырын оқығанымыз бар еді. Профессор Рымғали Нұрғалиевтен алдым деген ол сыбырлап. Жұлдызды жүзік, айды алқағып берейін, сүйжан сәулем, сен сұлу, гүлсімге, тағы басқа төгіліп тұрған лирикаларды ентелей оқып, өреміз жеткенше өзімізше талдаған болдық. Бірақ ол кезде мен шынын айтсам, Төлеген Айбергеновтың өлеңдеріндегі мінсіз сұлулықты құлай жақсы көріп, оған ешкімді теңгермейтін едім. Өзге ақындардың шығармаларына Айбергеновтың призмасымен, өлшеммен қарайтынмын. Содан ба, әлде бір дегеннен тісім бата қоймағаннан ба екен, менде ол тұста Мағжанға еліктеу, солықтау болмады. Соңына түсіп іздеп, қуалап оқида қоймадым. Бір жолы Алматыдағы шахта деп аталып кеткен асханада сәл қызыңқырап қалған Мұхағали ағамыздың зор құлашын жайып, қос қолының саусақтарын жазып жіберіп, ауаны көлденен қайшылап, көзін жұмып, шашы төгіліп, әлдейле өлім, әлдейле, мені де өлім, әлдейле деп зор даусымен күркіреп отырғанын көрдім. Өз өлеңі болар деп ойлағам. Өйткені Мұхаң сол тұстағы бір отырыста өліп қалам ба деп қорқып жүргенін айтқан болатын. Бұл өлеңнің Мағжандікі екенін сәл кейінірек естідім. Сол жылдарда жазушылар одағына келіп жүрген түр тұлғасы кинодағы үнді ханымдарына ұқсас, елден ерекше киінген ақ жаулықты, қара торы өңді, айрықша ұялы қара көзді, бетіне әжім жүгіре бастаған, кексе тартқан келісті бір әйелді көріп, ақын Дүйсенбек Қанатбаев ағамыздан мына кісі кім деп сұрағанымда, Мағжанның әйелі Зылиха апай осы деген жауап алғам. Мағжанның әйелі, ол кісі тірі ме еді? Тірі болғанда қандай? Мағжанды ақтатам деп өмір бақи осылай жүгірумен жүр. Олжас пен Әнуар Әлімжанов, Мұрат Әуезовтер барып, халін біліп тұратын көрінеді. Мен оны Мәриям Хакімжанова сияқты ақын апалардың бірі ме деп қалған едім. Сосын беймәлім тарихтың көзін көргендей, ұзап кеткенше Зылиха апаға ұрланып қарай бергенім есімде.
Енді бірде Қазақстан баспасында істейтін сыншы ағамыз Қуанбек Боқаев өз әріптесі Ғалым Мұхамеджанов деген ақсақалға мақтауымды келістіре таныстырған соң, ол «Ақын болсаң, Мағжанша жаз» деп табиғатқа, қысқы жолға байланысты мен естімеген бір-екі өлеңді төгіп жіберді. Тұнып тұрған сурет ұлттық бояу. Бұл ғасырда Мағжанға жетер ақын туған жоқ. Бала кезде оқығаннан жатталып қалған өлеңдер ғой деген ол. Ол ақынның кітабын қайдан табуға болатынын сұрағанмын. Қайнекей Жармағанбетов те бар еді. Ол кісі қайтыс болған соң біреу алып кетіпті. Ал Ғабеңде бар, бірақ ол кісіден сұрай алмайсың. Жалпы Мағжанның кітабы кейінгі жылдары Түркияда басылған көрінеді деп жауап берген ғалым ақсақал. Сөз ұстасы Ғабит Мүсірепов қайтыс болған күні жазушы Жайсаңбек Молдағалиев аға кездесіп қалып, мені шалдың шаруасына көмектесейік деп ертіп алды. Аз-маз қолғабыс тигізіп, онсыз да кісі көп болғасын үйге қайттым. Неге екенін білмеймін, жол жөнекей түнгі трамвайда келе жатып, Ғабеңнің кітапханасындағы Мағжанның кітабы туралы ойладым. Жетімсіреп қалатын болды-ау. Қайнекейдегі кітабы секілді әлдекімнің қолтығында кетеді-ау. Кімде болса, жырдың бағасын білетін жөні түзеу біреуге бұйырса екен. Күндердің күнінде қайта жарық көретініне сенімім кәміл еді. Ал соңыра Сағи ағадан естіген жаңғырық маған ерекше ұнады. Жаңалық ашқандай болдым. Қайталанбас жауһармен танысқанымды бағамдадым. Өлең жүрегімнің бір түкпіріне орнап, кей-кейде есіме түсетінді шығарған еді. Енді осы өлең арқылы менде Мағжанға деген ыстық ықылас, жаңа құштарлық оянды. Ақыры әр кезде әркімдерден алып, Ақсақ Темірдің сөзі, Шолпы, Күншығыс, Пайғамбар, Қойлыбайдың қобызы, Батыр баян, тағы басқа сияқты өлең дастандарын өзіп жолып оқи жүріп, Мағжан ақынды біртіндеп тани түстім. Бұл кезде поэзиямыздың олқысы Мағжансыз толмайтыны анық бағамдалған болатын. 1988 жылы Жазушылар одағында хатшылықта жүргенімде, басшымыз Олжас Сүлейменовтің кабинетінде жабық есік жағдайында чекистермен кездесу болды. Оған одақ хатшылары мен басқарма мүшелерінің бір тобы ғана қатыстырылды. Мемлекеттік қауіпсіздік комитеті төрағасының орынбасары генерал Сапар Әбдірахманов бірнеше басқарма басшысымен келіп, біздің алдын ала жазбаша дайындап берген бір қатар сауалдарымызға жауап берді. Кездесу тақырыбы репрессия құрбандары және тарихи ақтаңдақтарды жою болатын. Біздің сұрақтарымыздың ішінде арыстарды ақтау мәселесі де бар еді. Әңгіме осыған тірелген кезде Мағжандарды ақтауға КГБ неге қарсы болып отыр? Ол кезінде жазықсыз жазасын өтеген жоқ па деген сұрақ қойдық. Генерал Әбдірахманов, сіздер бұл мәселеде қауіпсіздік комитетін босқа кінәлайсыздар. Олардың ақталуына қарсы болып отырған біз емес, өздеріңіз, өз жазушыларыңыз. Мынау Мағжан Жұмабаев шығармаларын ақтау жөнінде 1961 жылы құрылып, жұмыс істеген мемлекеттік комиссияның қорытынды қағазы. Біз осыған сүйенеміз. Мұнда кеңес үкіметі сау тұрған кезде Мағжан Жұмабаев шығармаларын ақтауға болмайды деп жазылған. Соңында комиссияның төрағасы ақын Әбділда Тәжібаевтың қолы тұр. Мінеки, сенбесеңіздер көріңіздер деп құжатты алдымызға тастады. Қағазды қолдан қолға өткізіп, әрі де бері де айналдырып қарап, Әбекеңнің аты жөнімен өзі қойған таныс қолын көріп, қайтарып бердік. Бұл біз күтпеген жауап еді. Ештеңе айта алмай үніміз өшіп қалды. Шынын айтқанда, жерге кірердей ұялып кеттік. Өз қолыңды өзің кесемісің дегеннің кері келді. Егер осындай басқа бір арнаулы үкімет комиссиясы құрылып, олардың шығармаларын ақтап жатса, біз қарсы емеспіз деді генерал. Міне, сол тұста бір топ жастар ұлы арыстарымызды ақтау, қазақ тіліне мемлекеттік мәртебе беру туралы мәселе көтеріп, Жазушылар одағында басшымыз Олжас Сүлейменовтың рұқсатымен
алдымен жазықсыз ағалар жадымызда және кейінірек мәдениет экологиясы атты аты шулы кештерде ұйымдастырған едік. Олжекең шетелге жол жүріп кеткен соң одақтың Тұрсынқұловтан өзге 2-3 хатшысы жазықсыз ағалар жадымызда атты кешті өткізуге үзілді кесілді қарсы болып, жарнамаларымызды жыртқызып әлек қылды. Әрқайсысы алдымен партияда жоқ ең жас хатшы менімен жеке-жеке қатаң сөйлесті. Көне қоймаған соң екінші хатшының бөлмесіне шақыртып, бәрі жабылып қысып, райымнан қайтармақ болды. Ағаларымнан естіген сөздерім: 2 желтоқсан жасағың келеме? Осындай даңғазаны үнемі өз атыңды шығару үшін істеймісің? Жазушылар одағына КГБ-шыларды қаптаттың. Одақ сенің митинг өткізетін орның емес. Осыдан титтей тәртіп бұзылса, жұмыстан қуыласың. Шыдап болдық. Сонда да қыңырайып көнбедім. Бағымызға қарай шетелде жүрген Олжас аға келіп қалып, кеш өткізуге рұқсат берді. Егер іштері толып жүрген жастарда одақтың залына жібермесеңдер, олар көшеге шығып жиналыс өткізеді. 2 желтоқсан солай пайда болуы мүмкін. Сондықтан рұқсат берген жөн деді ол секретариатта. Одақтың мәжіліс залында ине шаншар орын болмады. Кешке арыстардың ұрпақтары да тайлы таяқтысы қалмай келді. Осы кешті ашуға әуелде уәде берген Әлжаппар Әбішев ақсақал неден қорқып сақтанғанын білмейм, жеме-жемге келгенде тайқып қатысудан бас тартты. Дегенмен кеште аға жазушымыз Сафуан Шаймерденов аталы сөз сөйледі. Жиналыс өте қызу өтті. Біз осы кеште ақталмаған арыстарымыздың бұған дейін ұшыраспаған фотосуреттері мен құжаттарын тұңғыш рет көріп көзайым болдық. Арыстардың ұрпақтары бірінен кейін бірі сөйледі. Қазақстан Компартиясының орталық комитетіне арыстарды ақтау туралы ұсыныс жолдауға қарар қабылданды. Есімде қалған бір жайт, осы кеште Ахмет Байтұрсыновтың бір сирек фотосуреті қолды болып, жұртшылыққа келіп көрсеткен қызы зар қағып қалды. Көргендердің айтуынша, оны белгілі бір қаламгер ғалым ағамыз қағып кетіпті. Қысымға қарамай, көп кедергімен әрең өткізген біздің бұл жиналыстарымыз кейін білуімше арыстарды ақтау туралы қаулыны қаузауға оңды әсер еткен екен. Көп ұзамай орталық комитет хатшысы Өзбекәлі Жәнібековтің мұрындық болуымен Ақжолтай қаулыда шығып, Мағжандар ақталды. Арыстарды айналып келгенде уақыттың өзі ақтап алды. Өйткені бұл кезде Сағи аға айтқандай, заманның беті біртіндеп бері қараған еді. Міне 20 жыл бұрын Сағи ағадан естіген сол өлең, сол жаңғырық бүгінде есіме түсіп отыр. Әттең екі-ақ жолы. Қалғаны ұмытылған. Ал сонда бұл өлеңді Сағи Жиенбаев қайдан жаттап алды екен? Кезінде тәптіштеп сұрамаппын. Енді пысықтай қоятын ол ақында бүгін арамызда жоқ. Дүниеден кенеттен қош айтпай кете қояды деп кім ойлаған? Бәлкім оның мұраларының ішінен осы өлеңнің көшірмесі шығып қалар. Жаңғырықтың жадымда барын іштей қайталаймын. Өлем бе дедім қаңғырып, өлесің деді жаңғырық. Түгел ойға түспеді, кезінде ұмытылмайтындай көрініп еді, неге түгел жазып алмадым екен? Өкінішті. Есте қалған екі жолының өзі бір дастанға татырлық. Теңіздің дәмі тамшысынан дегеннің дәл өзі. Нағыз асылдың сынығы көзге ыстық, көңілге дәт. Бұл жаңғырық өлеңі Мағжан Жұмабаевтың көзі тірісіндегі жинақтарында баспасөзде жариялануы мүмкін, бірақ кейінгі ешбір кітабында жоқ. Орны өңірей бос тұрғандай. Еш жерден ақынның осындай өлеңі бар деген деректе ұшырастырмадым. Іздегенде ешкімді байқамадым. Мағжан танушымын деп жүргендердің кейбірінен суыртпақтап сұрап байқасам, ешқайсысы естімеген, оқымаған. Кейде маған жаңғырықтан қалғаны екі-ақ жол болса да, ақынның кітаптарына кіргізілсе, қайтер еді деген ой келеді. Шумақтарын кейін түгендей жатармыз.
қайдасың қайда жаңғырық.